Ибрахим сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлиф, ләм, ра. Уа Мұхаммед, бұл пенделерді Раббыларының қалауымен тас қараңғы түнектерден жарық нұрға, және азиз, ең ұлы, шексіз үстемдік иесі, Хамид, мақтаулы, мадаққа әбден лайық Алланың жолына шақыруың үшін өзіңе түсірген кітабымыз. Біз Құранды адамзатты күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрі бір өзінің иелігінде болған Алланың жолына салуың үшін түсірдік. Ауыр азапқа душар болатындықтан кәпірлердің жағдайы нендей өкінішті, яки ауыр азапқа душар болатын кәпірлер адыра қалсын. Ол кәпірлер дүниенің қу тіршілігін ақиреттен артық көреді, ел жұртты Алланың жолынан қақпайлайды, һәм оны қисық яғни теріс жол етіп көрсетуді қалайды. Міне солар тура жолдан мүлдем адасқандар. Біз әр пайғамбарды қауымына ақиқатты ашып түсіндірсін деп, тек өз қауымының тілінде сөйлейтін етіп жібердік. Алла қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға салады. Ол азиз, бәрінен үстем, әрі ұлы, хаким, әрісі мен үкімінде көптеген хикметтер болған асқан даналық иесі. Сондай-ақ біз Мұсаны да, қауымыңды тас қараңғы түнектерден жарық нұрға шығар, һәм Алланың күндерін естеріне сал деп, аяттарымызбен, айқын дәлелдерімізбен жіберген едік. Міне осында Алла жолында жүріп басына түскен ауыртпалықтарға сабырлылық танытатын, берген нығметтері үшін Аллаға үнемі шүкіршілік айтатын әрбір жан үшін қаншама ғибрат пен айқын дәлелдер бар. Бір кездері Мұса қауымына: «Уа халқым, Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін естерің алыңдар. Естеріңде болса, ол сендерді ауыр азапқа салған Перғауын әулетінен құтқарған еді. Олар ұл балаларыңды бауыздап, қыз балаларыңды өздеріне күң қылып қорлау үшін тірі қалдыратын еді. Біле білсеңдер, осының бәрі сендерге Раббыларыңнан келген үлкен сынақ болатын. Сондай-ақ Раббыларыңның, егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Ал егер жақсылықтың қадірін білмесеңдер, онда азабым расында да тым қатты деп жар салғанын естерің алыңдар». Сонда Мұса оларға: «Егер мына сендер және жер бетіндегілердің барлығы жаппай күпірлік қылсаңдар, жақсылықты бағаламасаңдар, онда біліп қойыңдар, шүбәсіз Алла ғани, ешкімге де, еш нәрсеге де мұқтаж емес, әрі Хамид, мақтауға, мадаққа әбден лайық» деді. Сендерге өздеріңнен бұрын өткен Нұх, Ад және Сәмуд қауымы һәм олардан кейінгі қауымдар жайлы ғибратқа толы хабар жетпеді ме? Тарихтың терең қойнауында қалған бұл қауымдардың жай күйін Алла ғана біледі. Оларға пайғамбарлары анық дәлелдер, айқын ақиқаттармен келген еді. Алайда олар бұл ақиқаттарға қарсы айтар уәж таппаған соң, көкіректерін кернеген ашу ызадан бармағын тістеп: «Біз сендердің әкелгендеріңді түгелдей жоққа шығарып күпірлік қыламыз. Шындығында, біз сендердің бізге үндеп отырған мына жаңа сенімдеріңе күмәнмен қараймыз, қатты шәк келтіреміз» деді. Сонда пайғамбарлар оларға: «Күллі аспан әлемі мен жерді жоқтан жаратқан Аллаға шәк келтіресіңдер ме? Ол сендерді күнәларыңды кешіру үшін иманға шақыруда, және бірден азапқа душар етпей, белгілі бір уақытқа дейін мұрсат беруде» деп айтты. Олар болса: «Сендерде бар болғаны біз сияқты адамсыңдар. Сендер бізді ата-бабаларымыз табынып келген құдайларымыздан айнытқыларың келеді. Ендеше бізге анық дәлел, ашық мұғжиза көрсетіңдер» деді. Сонда пайғамбарлары оларға: «Иә, біз бар болғаны сендер сияқты кәдуілгі адам баласымыз.
Алайда Алла құлдарының арасынан қалағанын ерекше бір жақсылығына бөлейді. Сондай-ақ біздің Алланың рұқсатынсыз сендерге қандай да бір мұғжиза көрсетіп дәлел келтіруіміз мүмкін емес. Шын мүміндер қашанда бір Аллаға ғана тәуекел етуі керек. Алайда бізді жүруіміз керек болған осынау жолдарға салғанда, біз оған қалай ғана тәуекел етпейміз. Сондықтан біз сендерден көрген бейнеттің қайсы біріне де сөзсіз сабырлылық танытамыз. Ендеше шын тәуекелшіл жандар бір Аллаға тәуекел етсін деп жауап қатты. Күпірлік қылғандар өздерін тура жолға шақырған пайғамбарларына: біз міндетті түрде сендерді атамекенімізден қуып шығарамыз, яки біздің дінімізге қайтасыңдар деп шарт қойды. Сонда Раббылары оларға: біз ол залымдарды сөзсіз құртамыз. Сөйтіп олардан кейін ол жерге сендерді орнықтырамыз. Міне бұл жетістік менің құзырыма күнәһар болып келуден қорыққан және ескертуімнен, яғни ескерткен нәрселерімнен тайсалғандар үшін деп уахи етті. Содан пайғамбарлар мен мүміндер Алладан жеңіс тіледі. Нәтижесінде әрбір тоң мойын озбыр залалға ұшырады. Алайда іс мұнымен бітпейді. Артынша әлгі тоң мойын озбыр жаһаннамға тасталады, және онда оған қан мен ірің аралас сусын ішкізіледі. Ол әлгі жиіркенішті сусынды амалсыздан, аз-аздан ұрттап ішуге тырысады, алайда тамағынан өткізе алмайды. Өлім оған жан-жағынан келіп құрсау салады, бірақ ол сонда да өлмейді. Артынша оған басқа да адам айтқысыз ауыр азап бар. Раббыларына күпірлік қылғандардың мысалы, олардың бүкіл игі істері дауылды күні жел ұшырып әкеткен күл үйіндісіне ұқсайды. Сөйтіп олар тапқан таянғандарының, яғни жиған сауаптарының ешбіріне қол жеткізе алмай қалады. Міне, қатты адасқан деген осы. Уа адам баласы, Алланың күллі аспан әлемі мен жерді ақиқат һәм хикмет негізінде, яғни ақиқатқа сүйенген белгілі жүйе негізінде әрі белгілі мақсатта жаратқанын көрмеймісің? Осынау құдірет иесі Алла қаласа сендерді жоқ қылып, орындарыңа өзіне лайықты құл, пайғамбарына лайықты үмбет болатын жаңа қауым, жаңа ұрпақ келеді. Бұл Аллаға бұйым емес. Қиямет күні күллі адамзат жиналып, Алланың алдына барғанда, дүниеде азғындыққа салынған, күштілерге көзсіз ерген әлжуаздар кезінде өздерін асқақтықпен билеп төстегендерге: біз дүниеде сендерге ерген едік, ал енді бізге титтей де болса пайдаларың тиіп, біз үшін Алланың азабын сәл де болса жеңілдете алар ма екенсіңдер дейді. Сонда олар: егер Алла бізге тура жолға түсуді нәсіп еткенде, біз де сендерді тура жолға салар едік. Ал енді біз қанша жерден жылап сықтасақ та, сабырлылық танытсақ та, бәрі зая. Енді бізге қашып құтылар һәм пана тұтар жер жоқ деп айтады. Алланың алдында есеп беру аяқталып, іс тамам болғаннан кейін, шайтан оларға: Алла сендерге шынымен болатын нәрсені уәде еткен еді. Мен де сендерге өзімше уәде бердім, алайда уәдемнен тайқыдым. Әйтсе де менің сендерге қалағанымды істете алатын пәрменім жоқ еді. Мен бар болғаны сендерді Аллаға асылық қылуға, күнә атаулыға, арсыздыққа шақырдым. Ал сендер менің азғырғаныма ердіңдер. Ендеше мені жазғырмаңдар, өздеріңді жазғырыңдар. Ал енді бүгін осынау ғаламат азаптан мен де сендерді құтқара алмаймын. Сендер де мені құтқара алмайсыңдар. Сондай-ақ бұдан бұрын мені Аллаға серік етіп қосқандарыңды да мойындамадым деп айтады. Міне, өзіне де, өзгеге де қиянат жасаған сол залымдар үшін жан төзгісіз азап бар. Иман келтіріп, көптеген игілікті іс істегендер, жайқалған жасыл бауларының арасымен зәулім сарайларының іргесінен өзендер ағып жатқан жәннат бақшаларына кіргізіледі. Һәм Раббыларының рұқсатымен сонда мәңгі бақи мекендейді.
олардың ол жердегі бір-біріне деген ізгі лебіздері мен қошеметтері сәлем, яғни есендік, бейбітшілік тілеймін деу болады. Жақсы сөзді Алланың қандай мысалмен түсіндіргенін көрдің бе? Жақсы сөз бейне бір тамыры жерге терең тартқан, бұтақтары көкке жеткен мәуелі ағаш сияқты. Ол ағаш Раббысының рұқсатымен үнемі жеміс береді. Алла тағала адамдар ойланып, ғибрат алсын деп осындай мысалдар келтіреді. Ал жаман сөз бейне бір жерден түп тамырмен қопарылған, тамыр тартып өз діңінде тұра алмаған жаман ағаш іспетті. Алла иман келтіргендерді бұл дүниеде де, ақиретте де, бекем сөзде, иман ақиқатының дәнегі болған «Ла илаха иллаллах» сөзінде табанды қылып, аяғын нық басқызады. Сондай-ақ Алла қиянатшылдарды адастырады. Алла қалағанын істейді. Алланың иман нығметін күпірлікке айырбастап, өз қауымдарын жермен жексен болатын мекенге орнықтырғандарды көрдің бе? Міне солар жаһаннамға тасталады. Ол қандай жаман тұрақ орын десеңші. Олар өзгелерді де оның ақ жолынан тайдыру үшін әлденелерді Аллаға тең тұтты, яғни Алланың орнына әлдекімдерді, әлденелерді тәңір тұтты. Оларға қу дүниенің қызығын көріп қалыңдар, қайткен күнде де ақырында барар жерлерің тозақ деп айт. Ал иман келтірген құлдарыма, намазды кемеліне жеткізіп үзбей оқысын және сауда-саттық та, достық та жүрмейтін алапат күн келмей тұрып, өздеріне ризық етіп бергендерімізден жасырын және жария түрде Алла жолында жұмсасын деп айт. Алла күллі аспан әлемі мен жерді жаратты, және аспаннан жауын жаудырып, сол арқылы сендерге ризық болатын алуан түрлі көкөністер мен жемістер шығарды. Сондай пәрмені, қалауы, орнатқан табиғат заңдылығы бойынша теңізде емін-еркін жүзу үшін сендерге алып кемелердің тізгінін ұстатты. Сонымен қатар, өзендерді де сендерге бағынышты етті, яғни пайдаларыңа жаратты. Өз шеңберінен жазбай, әрі тынбай айналатын күн мен айды да сендерге бағындырды. Сондай-ақ түн мен күндізді де сендерге бағындырып қойды. Ол сендерге өзінен сұраған нәрселерінің бәрін берді. Бергені соншалық, егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, санына әсте жете алмайсыңдар. Шынында, адам баласы мүлдем рахметі жоқ, өте залым келеді. Кезінде Ибрахим былай дұға еткен еді: «Уа Раббым, мына елді мекенді, Меккені бейбіт қауіпсіз мекен еткейсің. Мені де, бала шағамды да пұттарға табынудан аулақ қылғайсың. Уа Раббым,
Бұл пұттар көптеген адамдарды тура жолдан тайдырды. Бұдан былай кім маған ерсе, ол менің үмбетім. Ал кім маған қарсылық білдірсе, сен өте кешірімді, ерекше мейірімдісің. Уа Раббым, мен ұрпағымның бір қатарын дүниеге қызықпай намазды кемеліне жеткізіп үзбей оқысын деп, қасиетті үйіңнің маңына егін өспейтін бір алқапқа орнықтырдым. Енді сол ұрпағыма адамдардың бір бөлігінің көңілін түсіргейсің, һәм өзіңе шүкіршілік ету үшін оларға кейбір көкөністер мен жемістерді ризық етіп бергейсің. Уа Раббымыз, сен біздің сөзіміз бен ісімізден жасырғанымызды да, жария еткенімізді де білесің. Жердегі және аспандағы еш нәрсе Алладан жасырынып қала алмайды. Маған қартайған шағымда, қартайғаныма қарамастан, Исмайыл мен Исхақты берген Аллаға мыңда бір шүкір, сансыз мадақ айтамын. Раббым, шүбәсіз барлық дұға тілектерді естуші. Уа Раббым, мені һәм ұрпағымның арасынан қаныпезер еместерді намазды кемеліне жеткізіп үзбей оқитын құлдарың ете көр. Уа Раббымыз, дұға тілегімізді қабыл ете көр. Уа Раббымыз, алдыңда тұрып, есеп беретін күні мені, ата-анамды және күллі мүміндерді кешіре көр. Уа Мұхаммед, Алла күнәға белшесінен батқан залымдардың не істеп, не қойып жүргенінен бейхабар деп ойлама. Ол бар болғаны олардың ісін, көздерді шарасынан шығаратын ғаламат күнге қалдыруда. Сол күні олар басын кекжейтіп, көзі ақшиған күйде зыр жүгіріп безек қағады. Ал жүректері естері шығып ойлаудан, сезуден мүлдем қалғандықтан, бейне бір іші құр ауаға толғандай боп бос болады. Уа Мұхаммед, адамдарға бастарына азап келетін алапат күннің орнайтынын айтып ескерт. Сол күні дүниеде Аллаға асылық қылып, өзіне де, өзгеге де қиянат жасағандар, уа Раббымыз, бізге азғантай мұрсат бер, сенің үндеуіңе құлақ салып пайғамбарлардың соңынан ерейік деп жалбарынады. Сонда оларға, сендер бұдан бұрын өздеріңе зауал жетпейтінін айтып, ант су ішпеген бедіңдер делінеді. Сендер жалған сенімдері мен орынсыз іс-әрекеттеріңнің кесірінен өз-өздерінің обалына қалған залымдардың жұртына қоныстандыңдар. Біздің оларға не істегеніміз де сендерге аян болды. Сондай-ақ біз әр алуан мысалдар келтіру арқылы сендерге ақиқатты ашып түсіндірген едік. Олар расында да пайғамбарға, мүміндерге қарсы қолдарынан келгенше айлы амал жасап, әр алуан тұзақтар құрды. Олардың жасаған айлы амалдар мен құрған тұзақтары тауларды қопарып тастайтындай күшті болса да, Алланың құзырында соның бәрінің қарымы бар. Яғни Алла оның бәрін түкке тұрғысыз етіп, қарымтасын қайтарады. Ендеше Алла пайғамбарларына берген уәдесінен таят деп ойлама. Алла ұлы, бәрінен үстем, шектен шыққан залымдардан өш алуға құдіретті. Күндердің күнінде жер басқа жерге, көк те басқа көкке айналады. Һәм күллі адамзат пен жын атаулы, қаһар, күллі болмыстың жалғыз иесі Алланың алдына барады. Сол күні өмір бойы күнәдан көз ашпаған күнәһар кәпірлерді қол аяғы кісенделген күйде көресің. Киімдері қарамайға малынып, беттерін тозақ оты шарпиды. Алла әрбір жанға дүниеде істеген жақсы жаман істерінің қарымын қайтару үшін қайта тірілтеді. Шүбәсіз, Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Бұл Құран адамдарға алдын ала ескертілсін, әрі оның жалғыз Құдай екенін білсін деген мақсатта жолданған иләһи үндеу. Сондай-ақ саналы, зерделі жандар да ойланып ғибрат алсын деп жолданған ұлы үндеу.